Кейде бәріміз өскенбіз, осыден ер жетіп кеткенбіз. Шаңырағы киелі, шағын ғана үйелі, талай жыл өтіп тау арада, тарыдай шашылды қалада. Ескүйім-ай қалыпсың ау қартайып, кәрі шалдай бір жағына жантайып. Еніп тұрмын есігіңе еңкейіп, келіп тұрмын қара басым қалқайып. Қазақ педагогикасында өзіндік жаңашыл ізденістермен әдебиетті оқытудың тың инновациялық технологиясымен аты аңызға, өзі құбылысқа айналған бір тума тұлға ұстаздықты абырой шыңына шығарған Қанипа Омарғалиқызы 1945 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Комсомол ауылында көп балалы отбасында дүниеге келген. Әкесі Бітібаев Омарғали Ұлы Отан соғысының екінші топтағы мүгедегі. Ақындығы, әншілігі, актерлік қасиеттері де болған. Анасы Бітібаева Әзине, батыр ана. Өнегелі отбасында 8 қыз, бір ұл тәрбиеленген. Отбасынан алған қазынасы да мол. Туған әдебиетіне, ұстаздыққа деген махаббаты осы ұядан басталыпты. 1964-68 жылдар арасында Семейдің Крупская атындағы педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінде оқып, оны үздік дипломмен бітірді. Институт қабырғасында жүріп, халық театрының маңдай алды мүшесі болды. Басты рөлдерде ойнады. 1968-80 жылдар арасында туған ауылында мұғалім, директордың оқу тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасар қызметін атқарды. Қанипа Омарғалиқызы ауданда тұңғыш рет әдістемелік кабинет жабдықтайды. Ол аудан мұғалімдерінің ғылыми ізденіс орталығы лабораториясын айлады. Шалғай ауылдағы жас ұстаз еңбегі облысқа тарап, республикаға естіле бастайды. Ауданда, облыста іс тәрбиеші таратылады. 1980 жылы Өскемендегі Жамбыл атындағы мектеп-интернатында жұмысқа шақырылады. Республикалық Шапағат, Ақбұлақ арналарына ұстаз туралы 7 рет хабар беріледі. 1990 жылы ұстазға СССР мемлекеттік сыйлығы беріледі. Ол одақта 5-ші, өз елімізде 1-ші лауреат аталды. Лауреаттың алтын жұлдызын 1990 жылы Москвада, Кремльдегі Свердлов залында 15-16 қаңтарда кеудеге тағады. Қанипа Омарғалиқызы 1991 жылы іс-сапармен Американың Аризона штаты Туссон қаласында 15 күндей болып қайтты. Іс тәжірибесіне Туссон ұстаздары қызға қарап, таспаға түсіріп алды. Әсіресе көркем мәтінмен жұмыс түрлері, сабақ типтері туссондық ұстаздардың назарын өзіне қаратты. Іс тәжірибе алмасу жөнінде келісім жасалды. Өз елін қойып, алып ел Америка ұстаздарын өзіне қаратқан ұстаздың ұстаздық ұлылығына бас имеу күнә болар. Ұстаз Туссон қаласының құрметті азаматы. Қанипа Бітібаеваның атаулы мектебі, инновациялық тәжірибе орталығы. Білімі аққан дария, мұғалім профессор, кабинеті академия. Қанипа Омарғалиқызы 2004 жылы тәуелсіздік күні қарсаңында президент жарлығымен құрмет орденін алды. Нұрсұлтан Назарбаев ұстаздағы Астанадағы резиденциясына шақырып, өз қолымен отан наградасын табыс етті. Қанипа Бітібаеваның мұражай кабинеті, ұстаздың педагогикалық мұрасының муза сарайы. Қанипа Бітібаеваның республикалық ғылыми әдістемелік зертханалысы, инновациялық тәжірибе орталығы. Дарынды мектеп, кешенді жоспары негізінде облыстарға Қанипа Бітібаева атындағы магниттік мектептердің онлайн жүйесіндегі медиа білімдік байланыстар жасалып, тәжірибе алмасылып отырды. Зертхана алаңынан ашылған орталықтар.
мультимедиялық журналистика, баспасөз орталығы. Абай тану клубы. Әл-Фараби ұрпақтары, оқушылардың ғылыми қоғамы. Қанипа күні апталығы дәстүрлі түрде өтеді. Бүгінгі өскелең ұрпаққа ұстаздың ой салу, ойланту, ойлау технологиясы арқылы ой салып, шығармашылыққа жетелеу зертхананың басты мақсаты. Республикалық ең үздік авторлық бағдарлама сайысында Қанипа Бітібаеваның ой тастау, ойлау, ойланту технологиясы тарих сабағында жазылып, гимназия ұстазы бірінші орынды иеленді. Қанипа Бітібаева өз еңбектерінде қазіргі нәтижеге бағытталған білім беруді, әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесі, технологиясын ғылыми тұрғыда жазып кеткен ғалым ұстаз. Зертханада интерактивті сабақтарды медиа білім беру орталықтары арқылы желілік байланыс негізінде қатарласа беру қолға алынып отыр. Қанипа Омарғалиқызының инновациялық тәжірибесін тарату және ұстаздық тұлғасын ұлықтау мақсатында педагогикалық мұрасын, мұражай жәдігерлерін облыс, республика көлемінде онлайн сабақтар түрінде таратып, жылжымалы керуен сабақтарын ұйымдастыру да дәстүрге айналды. Республикамызда ұстазға арналған тұңғыш оқу әдістемелік педагогикалық мұражай ашылды. Мұражай кабинетінде ұстаздың суреттері мен марапаттары, өз қолымен жазылған еңбектері, дидактикалық материалдары, көрнекіліктері тұтынған заттары жинақталған. Ұстаз атындағы тұңғыш педагогикалық мұражай кабинеті республикада өткен инновациялық педагогикалық идеялар фестивалінде 3 жүлдері орын иеленді. Қазіргі заман талабына сай ұстаздың виртуалды мұражайы жасалды. Бұл Қанипа Омарғалиқызының педагогикалық іс тәжірибесі, адами тұлғасы, өмірі қызықтыратын ұстаздар қауымы мен оқушылары үшін таптырмас дерек көзі. Оны www.өскеменжамбыл.kz сілтеме арқылы мектеп сайтынан көруге болады. Ұстаз есімінен ұлықтау мақсатында Қанипа тану авторлық бағдарламасы жазылып, үздік авторлық бағдарлама республикалық сайысында 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Ұстаздың әдістемесі саласындағы жаңашыл идеялар мен сонда қалған мол мұрасын қорғау, сақтау, педагогикалық мұрасын дәлелді түрде иелік ету үшін мұрагерлік құқық алынып, арнайы мөрі жасалынды. Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің бір студентіне 400 мың теңге көлемінде ұстаздың туыстары атынан жыл сайындағы шәкіртақы тағайындалды. Зертхана филиалдарының саны да өсуде. Мәселен, автордың көзі тірісінде 9 зертхана болса, бүгінгі таңда олардың саны 16-ға жетті. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің филология факультетінің ғимаратында, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің оқу ғимаратында, Астана қаласындағы нөмірі 64-ші мектепте атаулы кабинеттері ашылды. Қанипа Омарғалиқызының педагогикалық еңбектері орыс тіліне аударылуда. Бүгінгі таңда үшті Қанипа әлемі атты журнал жарыққа шықты. Қанипа әлемі оқу құралы ұстаздың өнегелі өмірі мен еңбек жолын өскелең ұрпаққа үлгі ету мақсатында заманауи технология мүмкіндіктерімен жаңа форматтағы оқу құралы. Алматы қаласынан шығатын республикалық мұғалім Қазақтың Қанипасы атты 88 беттік журнал Қанипа Омарғалиқызына арналып жарыққа шықты. 2016-2017 оқу жылында республикалық зертхана халықаралық ЮНЕСКО клубының атағын алды. Ол атақты халықаралық ЮНЕСКО клубының вице-президенті Бейсенбаев Ғани Бектайұлы табыстады. Республикалық дарын орталығы жыл сайын ұстаз атына қазақ тілі мен әдебиетті пәннен олимпиада өткізіліп отырады. Осыған орай 2018-2019 жылы оқу жылында ұстаз атына өтетін республикалық пәндік олимпиаданың тұңғыш әнұраны жазылды. Алматы қаласы Алтын глобус халықаралық білім мен ғылым және мәдениетті дамытудың оқу әдістемелік ғылыми инновациялық академиясы 2019 жылдың 14 наурызы Абай Шүйіншәлі Серікұлының ұйымдастыруымен Қанипа Бітібаеваның атына тұңғыш төсбелгі тағайындалды. Төсбелгімен гимназиямыздың 4 мұғалімі марапатталды. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Мұхтар Төлеген мырзаның тағайындауымен Қанипа Бітібаева атына қазақ тілі мен әдебиеті факультетіне бір оқушыға грант берілді. Ол қазақ әдебиетін оқыту әдістемесін өзінің жаңашыл ізденістерімен байытқан, отандық педагогика саласына төңкеріс жасаған ұлы ұстаздың 47 жыл көлемінде мектеп қабырғасында төккен таңғы шықтай адал да таза терінің мыңдаған шәкірттің адами болмысын қалыптастырып, болашағына бағдаршам бола білген ерен еңбегінің аз ғана өтеуі деп білемін. Жоспар көп,
жасалар жұмыс әлі алда. Жүрегіміз іздейді жылап, туыс десе жұлып берер жүрегін, әпке деген асыл жан дүниедегі. 5 жыл өтті өзіңді көрмегелі, еске аламыз жарқылдаған жүзіңді. Қойны суық, қара жерге бере алмай, сағыныштан ет жүрегіміз езілді. Амал бар ма құдіретті күшті Құдайға, не істерін Алла бізден сұрайма. Асыл әпке, ақ жүзіңді сағынамыз, Алланың жазғаны ғой, не қыламыз. Сонда да ойлай нұр жүзіңді, туған туыс, дос жаран, ұжым боп еске аламыз. Кетпейді құлақтан еш бөлегінің, әттең ай, кім біледі жөнелерін. Алладан медет тілеп дұға етеміз, туысқан нағашы жұрт ұжымыңыз. Пейіштен берсін деймін саған орын, несіп етсін көруге жұмақ түрін. Бақыл бол, апатайым, жан апайым, сақталар жүректерде сенің орның. Қадыр Мырзали ақынның бір өлеңінде адам күліп тумайды, адам жылап туады. Жылайтыны туғанда жамандар бар қинайтын, жылайтыны өлерде жақсылар бар қимайтын дейді. Мекеніңіз жұмақ, мінгеніңіз парақ, қараңғы үйіңіз жарық болсын, асыл әпкеміз. Қанипа Омарғали қызымен қоштасу. Хан қызындай Қанипа апам менің, үзілген ай қапыда ғазиз демің. Бұл фәниде сен енді жоқ дегенде, қимастықтан қиналып игілгенім. Асыл қызы қазақтың Қанипасы, жоқтап жатыр еліңнің кәрі жасы. Ұстаз едің балауса ұл мен қыздың, шежіре кеуде білімнің қазынасы. Өмірге ғашық жүрек тоқтаған ай, хас жыршыдан айырылып мұхтар абай, кемел сөздің қадірін дәл өзіңдей, кім ұқтырар оланға ардағымай. Хош қанекем, иманың кәміл болғай, сағынармыз, аңсармыз орның толмай, өзің менен өткізген нұрлы сәттер, өте шықтау дариға қасқағымдай. Хош қанекем, асылым, ардағымай. Жанұяда баланың өмірге белсенді көзқарасының бағыты үлкендер арқылы тәрбиеленетіні сөзсіз. Баланы құндақта жатқанда тәрбиелеу керек деген сөз тегін айтылмаса керек. Қанипа апайымыз сіңілдерінің әкесіз өсіп келе жатқан жас кезінде түсінген еді. Бізде имандылыққа тәрбиелеу үшін ар, ұят, намыс, мейірімділік, қайырымдылық, кішіпейілділік, қамқорлық көрсетуді, адалдық, ізеттілік сияқты қасиеттерді бойымызға сіңіруді өзінің әпкелік борышым деп білді. Жанұяда тәрбие балаға сөзбен, теориямен дамылмайды, үлкендердің үлгісімен сіңетіні сөзсіз. Бізді тәрбиелеуде Қанипа апайымыз басты тұлға, әрбіреулеріміздің жан дүниемізге үңіліп, мінез қылықтарымызды, ерекшеліктерімізді жете біліп, сонымен тәрбие жұмыстарын жүргізуде жалықпады. Бізбен әңгімелескенде, пікірімізбен де санасып, ашық сөйлесіп, сырласып отыратын. Балапан ұядан екі үрсе ұшқанда соны іледі дегенде, апайымның санаулы ғұмырындағы атқарған ұстаздық еңбегі бізге деген, мектебіміздің оқушыларына деген махаббаты үлкен тәрбие болып қалды. Қанипа апайымның жүрегінің жұмсақтығы және сол жүректе әрбіреуіміздің орнымыз бар болғанын жақсы түсінеміз. Сіздің асқақ тұлғаңызға туыстық көзбен емес, адами пенде көзімен қарап, бас иеміз, табынамыз, сағынамыз. Сіздің жоқтығыңыз маған ерекше батып жүр. Әкемізден айырылғанда ана орнына ана бол, әке орнына әке бол. Өмірден өз жолымызды таба алмай сарсаңға салынғанда ақыл айтып, қуанышымыз бен қайғымызды бөлісіп, аязға бетімізді тегізбей қорғаштап жүруші едіңіз. Ортамызда жоқ болғаныңыз, артыңыздағы қалған 6 сіңіліңіз
қызыңыз келініңіздің қабырғасын қайыстырмақ тұр. Жүрек соғысыңыз да тым ерекше еді. Жаратылысыңыз өзгелерге ұқсамайтын, шындықты үйде де, түзде де тіліп айтып тастайтын. Ал жүрек жылуыңыз маңайыңыздағы адамдарға мейлі сіңілеріңіз болсын, мейлі басқа адамдар болсын, мектеп оқушылары болсын, жаныңыз ашып, маңайыңызға күн сәулесін шашып тұрушы едіңіз. Мінезіңізге жаныңызда жүріп таңғалушы едім. Қаныңызға сіңген қазақ тілін өзіңізден де, туыстарыңыздан да артық сүйуші едіңіз. Өмір соңына дейін аянбай қызмет еткен Жамбыл гимназиясына деген махаббатыңыз, ұстаздық мамандыққа деген сүйіспеншілігіңіз шексіз болатын. Мен өмірден кеткенде мені Жамбыл гимназиясының алдына шығарыңдар, басыма Абай мен Мұхтардың кітабын қоясыңдар деген сөзіңіз бар еді. Сіз өлмейсіз деуші едім. Бірақ жаратқанның маңдайға жазғанына шара бар ма, ортамыздан алып кетті. Мен өлсем де тілім өлмесін, мен сияқты қазақ әйелдер көп қой. Мен кеткенде орныма ұлтын сүйетін, тілін сүйетін бір адам келер. Ал тіл, қазақ тілі, ол мәңгілік тіл деуші едіңіз. Шәкірттерім тұрғанда мен мәңгілікпін деуші едіңіз. Біз анамыздан айырылып қалдық, тірегімізден айырылдық деп, жападан жалғыз қалғандай болып боздап жүргенде халық жылап жатқанын көріп, шәкірттеріңіздің жылап жатқанын көріп риза болдық. Ұжымыңыз да сізді ұмытпайды. Бақалөк деп жүретін Бақыт Серікбаева, Нұрбақытым дейтін Нұрбақытыңыз да, Көкенова, Ибраева деп айтушы едіңіз. Олар да сізді жиі естеріне алады. Әния көңіл баянның сөзі жоқ, Жәмила шыншыл, шындықты бетке айтады деуші едіңіз. Сіздің әріптестеріңіз менің жанымда демеу болып жүр. Армансыз адам қанатсыз құс дейді ғой. Ханапаның бір арманы, шіркін менің сабақтарымды шалғай жатқан райондағы мұғалімдер қауымы, жас мамандар тыңдаса ғой, оларға әдістемелік көмек қой деуші еді. Әттең өкініштісі бұл арманның ұстаздың көз тірісінде іске аспауы. Бүгінгі таңда мектебіміздің директоры Үркен Жаңбырбайұлы Акимовтың басшылығымен шалғай жатқан райондар онлайн желісіне қосылып, шеберлік сыныптар, ғылыми әдістемелік конференцияларды көре алатындай дәрежеде. Алаш жұртына аяулы, ардақты адам болған хан апамыздың қабірі қара жерде болса да, қадірі қалың елдің жүрегінде мәңгі сақталатынына сенімдіміз. Тілін сүйген патриот қыз хан апамыздың қазасы бүкіл қазақ жұртының аспанына қара бұлт үйірді. Жүзіне нұр құйылып, көзіне мейірім шапағаты төгіліп тұратын апайымыздың бейнесі ойымызға оралса, еріксіз жанарыңнан жас торғалайды. Халип апай, сіз шәкірттеріңіз барда мәңгісіз. Көзден кетсеңіз де педагогика саласында мәңгілік із қалдырдыңыз. Ғасырлар, біртуар бұлар асылдар, ер мінезді хан апа, батырға біткен батыл бар. Әр сөзіңді еске алсақ, дария теңіз ақыл бар. Қырықтан асқан кітабың, мәңгіге қалған атың бар. Бұлт басты Алтай аспаны, бозарып таудың тастары, алаштың болған анасы ел жұртын кімге тастады. Аз ғұмырдың ішінде қазақтың болды мақтаны, өмірдің алғаш есігін Тарбағатайда ашқаны. Москваға барғанда ана тілін жақтады, оқырмандарың белгілі жүрекке мәңгі сақтары. Жалғанның жалғыз жұлдызен жүрегің қалай тоқтады, туыстарыңның атынан жазылды таңба тастары. Елордамыз Астана қаласының 20 жылдығына арналған шара дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы
облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия интернатында жалғасын тапты. Дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан Қанипа әлемі апталығының қорытынды кеші болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының аясында өткізілді. Қанипа Омарғалиқызы жалпы бүкіл саналы ғұмырын бұл педагогика саласында ұрпақ тәрбиесінде арнаған кісі. Өзінің көз тірісінде міне осында музейдің жанында тұрмыз қазір. Ол кісі 40-тан астам ғылыми еңбектің авторы. Бұл еңбектердің негізінен мектептердегі жалпы қазақ тілін тереңдетіп оқытуға байланысты, сонымен бірге қазақ әдебиетін әлем әдебиетімен байланыстыра отырып оқытудың методикасын жазды. Абай және Мұхтарды оқытудың методикасын жазды. 7000-нан астам біздің музейімізде дидактикалық материалдары бар. Мектебімізде музеймен қатар ғылыми әдістемелік зертхана бар. Осы зертхананың жалпы Шығыс Қазақстан облысы бойынша аудандарда филиалдары бар. Біз осы филиалдармен онлайн желісі арқылы байланысқа шығып, жалпы жаңағы аталған дүниелерден бөлек бұл кісінің ойланту, ой салу технологиясы бар. Осы технологиялармен жас мұғалімдерді, жас қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерін қалай оқытуға болады, осы жөнінде бізде жүйелі түрде жыл бойы семинарлар онлайн жүйесінде ұйымдастырылады. Мектебіміздің базасында да болады. Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы Педагогика ғылымдары академиясының академигі Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева әдебиетті оқытудың өрісі кең, өзгеше жүйесін қалыптастырып жүрген шын мағынасындағы ұстаз, санаулы тұлғаларымыздың бірі. Біздің бүгінгі күні алдымызға қоятын негізгі мақсатымыз тілді қадірлеп, мәдениетті дамыта білетін, біздің жолымызды ары қарай жалғастырып, жетілдіріп әкететін азаматтар дайындау. Ол үшін біз тілімізді ұлттық қазына, ал әдебиетімізді өнер деп оқытуымыз қажет дейді. Бағытталған білім беруді, әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесі, технологиясын ғылыми түрде жазып кеткен ғалым ұстаз. 1968 жылы Семей педагогикалық институтын бітіре салып, Қанипа апайымыз бізге мұғалім болып келді. Жаңағы бір бұлыңғыр күнді шайдай ашылғандай сондай бір әсер қалдырды. Әдемілігі менен, сымбаттылығы менен деген сияқты. Білімділігі менен, ерекше қарапайымдылығы менен біз міне содан бері қарай сол өзінің мақсаты, ұстаздық деген ұлы мамандықты ту етіп өмірінің соңына дейін осы бала тәрбиесімен айланысып кетті. Өзінің мақсаты сол болатын, сол мақсатына жетті деп ойлаймын. Өте еңбекқор еді. Еңбекқорлық деген ол осы ұстаздарға өте жарасымды дүние. Мына кезіккен сайын Мағжанның сөзін айтушы еді. Мағжанның сөзін айтушы еді. Алтылаштың игі жақсылары жиналған кезде төр ұстаздікі деп. Сол төрден көріне білді. Ұстаздықтың төрінен көріне білді. Ерекше жаңағы өзінің еңбекқорлығы менен, білімділігі менен, мына ұлтжандылығы менен, ұлтты сүйгіштігі менен, жаңағыдай қазақ тілін ту етіп өмір бойы жаңағыдай шәкірттерінің қанына да санасына да сіңіріп кетті деп ойлаймын. Бұл енді ұстаздардың ішінде де ұстаз бар ғой, сол ұстаздардың ішіндегі нағыз ұстаз еді. Кеш барысында әке тағылым атты қойылым көпшілік көңіліне сенім отын жағып, еріксіз көзге жас ұялатты. Әке өсиеті қашанда қазына аманат болғандығы қойылымнан айқын көрінді. Әулеттің үлкені өзгісің. Бір әкенің қанынан жаралған, бір ананың ақ сүті демген, жалғыз бауырым, жеті сіңілің бар байлығым. Биылғы Қанипа әлемі апталығының өте ерекшелігі аудандарда ашылған зертханалардың жұмысын көпшілікке таныстырып, ұстаздар еңбектері елеусіз қалмады. Қанипа Бітібаеваның атаулы зертханалар арасында жыл сайын дәстүрлі түрде қашықтық сайыс өтеді. Осы сайыста ең үздік зертхана және зертхана жетекшісі, ең үздік орталық номинацияларымен
білімі мен біліктілігі жоғары бағаланғандар марапатсыз қалмады. Алдағы уақытта республикалық деңгейде Қанипа Бітібаева атындағы пән олимпиадасы өткізіледі. Қанекең дүниеден өткелі 14 жылдан бері мінекей 4 жылға аяқ басты. Өзі дүниеден өткенмен оның ұлы тұлғасы алыстағанмен, жылдар алыстағанмен олардың ол кісінің ұлы тұлғасы бізге жақындай түсуде. Бүгінгі болып жатқан іс-шара соның бір айғағы. Бүкіл облыс мектептерінен келген шәкірттердің ол кісінің еңбектерін басты тақырып етіп ғылыми жоба қорғап жатқандарына қарап, көптеген жұмыстардың жүріп жатқанына қарап, ол кісінің енді екінші өмірінің жалғасып жатқанын көріп көңілімізге демеу болып отырғандай. Кеш 2 кезең бойынша жүргізілді. Екінші бөлімде Хан апамызға арнап өткізіліп келе жатқан алтын адам сайысының жеңімпаздары анықталып, олардың өнеріне жиналған жұрт тәнті болды. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда кезеңінде қатысушылар Қанипа Омарғалиқызына жүрек жарды туындыларын арнады. Қоңыр күзде жапырақтай сарғай гүлің, хан апам-ау, өзіңе қалай келем? Менің жалғыз мақсатым қайтқан жолдан кеп қалар деп үн-түнсіз қарай берем. Қанипа Омарғалиқызы сияқты ұлағатты ұлы ұстаздар оқытқан Жамбыл атындағы мектеп-интернаты. Ал екінші асылым туған тіліммен әдебиетті сүйіп оқытып, ұлыларға тағзым еткізген Абай мен Мұхтардың мұрасын менің бойыма дарытып оқытқан Қанипа Омарғалиқызы дегім келеді. Жәнегі әкеміз Омарғали Жарықпен Батыр ана әжіне Рахымбайқызының жәнегі Хан апамен бірге болған күндерінен театр көрінісін көрдік. Хан апаның әрине аты мәңгілік өлмейді. Ол тек қана біздің Бітібаевтар әулетінің Хан апасы емес, ол бүкіл қазақтың Хан апасы деп бізге министрлікте де осылай деп айтқан. Бұл апталықтың өзі тек қана осы Жамбыл гимназиясы ішіндегі апталық емес, мынау бір үлкен халықаралық дәрежеде өткен апталық болып сезіндік. Себебі өту барысы өте жоғары болды. Сондықтан барлық осы туыстарының атынан, Хан апаның шәкірттерінің атынан, келген қонақтардың атынан осы үлкен 90 жылдық тарихы бар Жамбыл ұжымына шығармашылық табыс тілейміз. Жүрегіміз сонда толқыныспен, шынында да жүрегіміз ауырып отыр, сағынамыз, іздейміз. Хан апа сен қайдасың деп құшағымызды жайып, үлкен бір орталықтарда, жиылыстарда кездескен кезде, ұстаздардың басы қосылған кезде Хан апа бір бұрыштан келе қалатындай, бір жерден шыға қалатындай іздеп жүреміз. Бүгін де сондай қалыпта болды. Кеш барысында Қанипа Омарғалиқызының сүйікті әні «Үргулай» шырқалды. Ұстаз тағдыр, ұстаз ғұмырда, қолыңнан келсе кеудеңде шырақ жандырар деген екен Ахмет Яссауи. Даланың даналарын тірілтіп, оларды жас ұрпақпен қауыштыруға еңбек еткен дәуір ұстазы Қанипа Омарғалиқызының жарқын бейнесі мәңгі жүректе.